Bir жесірдің бойжеткен қызы болыпты. Аты Бибігүл. Тұрмысқа шығатын кезіне жетіп қалыпты. Бірақ құда түсем дегендер жеткілікті болса да, әртүрлі себептермен шешесінің жанында отыра беріпті. Тұз аздау. Ал менің қамырым ойдағыдай. Апа, қарашы, бауырсақтар өрленіп түсіпті. Айттым ғой. Ой, құдалары келіп қалды. Бол тез, самауырынға шай қой. Табақты алып кел, бол тез. Дастархан басында үнің шықпайтын болсын. Ұқтың ба? Бәрекелді, қош келдіңіздер. Қадірлі қонақтар, дәм татып отырыңыздар, қазыдан ауыз тиіңіздер. Мұның бәрін дайындаған Бибігүл. Қолынан келмейтіні жоқ. Өзі пысық, өзі аспаз, әрі шебер. Ай, осыдан артық келін таппайсыздар ау сірә. Қызым, самауырынды алып келе қойшы. Мынаған су қоймапсың ғой. Ойбай! Өртеді бұлай! Кейдім! Қазір. Қайда ғана келдік? Мынауың тайып тұрды ғой. Осында еркек дейді-ау. Мұндай жігіт маған тең емес. Тең емес дейді. Көйтіргі! Сайтан, сенің теңің сайтан. Не тамақ жасауында сене қойдет қалай. Тұқтын әймен қабадай. Осыны өтірген қайнамасқан. Әй, қатын! Мұна сұлудың не жазығы бар? Ханием, бұл менің қызым. Ал ашуымның себебі... Себебі осы өңірдегі ер азаматтың түгелі мен үшін таласып бір-бірін қырды. Сол. Бұл дүниеде менен пысық, менен шебер жан таппайсыз. Сондай шебер болсаң, хан сарайына крем тоқып бере аласың ба? Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін ғой. Бұлай келсек, тоқып берсең өзіңді алам. Болмаса басымды алам. Сөзімді қайтып алдым, қалжың ғой. Түк келмейді қолымнан. Ей, босатыңдаршы. Ей! Мынау қашанған өлгері бермек тоқып қойған. Ойбай!
ханым, сіздің ісіңізге араласқаныма кешіріңіз. Сіз кімсіз? Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін. Тоқыма көрсем, тыныш отыра алмаймын. Маған кілем тоқуды үйрете аласыз ба? 3 жылдың ішінде үйретіп шығамын. Тым ұзақ екен. Үйренем дегенше басым түсіп қалар. Ой. Ай. Жағдайың мүшкіл екен. Аха, сенің ісіңді өзім ақ бітіре алармын. Рас па? Онда бұлай. Кілемнің бетінде мынадай сурет салу керек. Ой, Бірақ менің шартым бар. Сен менің атымды табуың керек. Таппасаң, мәңгі мендік боласың. дүниедегі ең мықты есім тапқыш мен. Келістік. Бәрекелді. Есімімді мынаған айтасың. Ертең көріскенше. Уф. Балтабай. Мінеки, келіп қалдық. Тайым болды ма? Мінеки. Нетке керемет. Ал енді құмырамды қайтар. Мұнда менің атым жоқ қой. Мүмкін емес. Қазір. Жарайды. Соңғы мүмкіндік. Дәл қазір атымды ата. Болмаса өзіммен алып кетемін. Сосын. Ал, келіп қалдық. Ей, әшейін тыртық қой. Қытығымды келтіріп. Қазір сол қызықты айтып берейін. Теги-теги-теги-тай, атын ешкім таба алмай. Теги-теги-теги-тай, менің атым. Диги-диги-диги-дай, атын ешкім таба алмай. Диги-диги-диги-дай, оның аты. Сенің атын Көкбақбай. Қисықбай. Мүмкін Кетікбай шығар. Әлде Қалибек па? Қате! Оның аты Ұршықбай. Сенің атың Ұршықбай. Бақ, ха? Неткен ғажап? Бірақ меніңше, Бибігүл, саған жетер сұлулық дүниеде табылмас. Бұдан былай Бибігүл еш өтірік айтпайтын болыпты. Қызым-ау, мынаны тоқыған сен бе? Әрине мен. Анда-санда болып қалады енді.